Ассалаумалейкум достар. Қалайсыңдар? Не, бүгін Яндекс грузовойдың да бір күнделігін жасап көрейік. Заказға шықтық. Линияға, то есть біздің балансымыз төмендеп кеткендіктен қазір безналичный расчетпен төленетін заказды ұзақ күтеміз. Явно. О, коллега. Но мен келіншегім, привет, скажи привет, скажи. Вот. Женушкам қазір күшіне сабағына апарып тастайық. Егер мынандай болып күшті болып кейін жүрген қыздарды көрсеңдер, значит оның күйеуі либо газель, либо даммаса дейді депше. Сол, давайте авансым лайк. Сосын қарап отырайық. Астарын дәмді болсын, кім шай ішіп отқан болса. Ұйықтайын деп көріп отқандар жігіттерге давайте спокойной ночи. Әрине бірінші заказды алдық қой, құдайыма, ана баланс түсіп кетсе жаман екен. Сол қазір сол жаққа барып жатырмыз. Достар я. Бірінші заказды алдық ау. Баланс түсіп кетсе жаман екен. Сол қазір бірінші заказды алып кетуге бара жатырмыз. Сәттілік тілеп, лайк басып қойыңыздар. Бүгін тағы да бір Яндекспен көпте жүрмейміз. Қазір кешке қарай тағы бір жер бар. Сол жерде де көрсетемін. Ол жерден де бір тамаша бір көңіл күй сыйлауға болады. Бірінші тапсырыс осы. Трамбовщик дей ма? Сондай ғой. Вот. Соны алып кетіп бара жатырмыз. Так. Видео неге көптен шықпай кетті? Өте қатты ауырып қалдым достар. Өткенде Шымкентте, Алматыда 2 күн тойда болып. Что-то тұмау ұратып, ангина болып, үш өтіп, тісім түсіп, тізем пошкасы сырқырап. Сондай ауырып қалдым. Енді болып шығып атқан жайым бар. Айбетпеңіздер, ұзақ болып, жоқ болып өткеніме. Сұрақтарға, комментарийда күшті сұрақтар келіп жатыр. Рахмет, комментировать етіп, лайк басып жатқандарыңызға. Сіздер өте белсенді подписчиктер екенсіздер. В общем, жалпы тигрсыңдар ғой, былайынша ше. Былай айтқанда, былай, қалай деш. Сол, тағы не екен. Сұрақтар жауап берейін. Машинаға обзор бола ма дейді. Қызық болса түсірейін, жігіттер. Обзор түсір десеңдер, обзор түсірейін. Яндекс грузовойда Passat универсалмен жүруге бола ма дейді. Ол жағын енді таксопарктен оғу керек. Бірақ мен көрген бір Маздалардың жүрген, Мазда универсалдарын. Сосын көп ағайындардың жазған несі, сұрағы. Бензин насосын тақылдап кетті ғой бауырым. Ауыстыршаш. Бензин насос ба тақылдап тұрған? Я, достар, бензин насос тақылдап тұрған. Дамастың өзін оригинальный бензин насос тақылдамай істейді. Мынау мен самодельный ғып жасап қоғам. Бұның өзін бензин насостары тез күйіп кете береткен. Сондықтан мен алдым да басқа машина болғанда фуралардың жаңағы мына бактан ана бакқа качать етуге дополнительный бензин насос қояды кейде. Сондай бензин насосты алдым да мынаған жалғадым да, короче, мына жеріне реле қойдым да. Сонымен ұмытып қалған, короче, бензин насостың не екенін. Анау өздерінікі ол бәле 14 теңге тұра ма, сондай. Бір рет алып ауыстадым, 2 бензин насос болды, екеуі де күйді ғой, короче. Сол, бензин насос тақылдап тұрғаны, значит машина жұмыс жасап тұрғаны. Егер тақылданмаса, значит ойлану керек деген әңгіме ғой. Үйреніп кеткен мен, басында маған да ыңғайсыз еді. Қазір вообще байқамайтын да болғам. Сол, Яндекс таксопарктың қайсысы жақсы дейді. Ол жағынан айтатын болса, мен қазір өзім
Везунчиктің Сим Логистик деген таксопаркінде жүрмін. Алматы бойынша байқасаңыздар сары машиналар жүреді, Везунчик деген жазуымен. Сол машиналар жүретін паркке тіркелгем. О жаққа кәдімгідей WhatsApp-тарынан жазсаңыздар, мен де машинамды тіркейін деп едім десеңіздер, ешқандай сұрақсыз, ешқандай ақшасыз тіркеп береді. Неге Сим Логистик? Именно басқа таксопарктерді жүріп көрдім деп айтпай қойын, бірақ естуім бар. Басқа таксопарктерде грузовой именно заказдар азырақ болады екен. Неге? Өйткені ондай сервис олар қосылмаған. Бірақ мына Везунчик өздері именно сол салада ориентироваться еткеннен кейін оларда заказ көп. Коллега кәдімгі ұшып бара жатыр. Сол. Ал біз Алматының пробкасымен әрі қарай сапарымызды жалғастырамыз. Бірінші тапсырысымызды аяқтадық, достар. 4200 теңге болды. Оплата получена. Еще обновить эскет нам. Заказ, повышенный спрос. Қойшы, құрсын деш. Мынандай строительный. Мынау мега Сейфуллинадағы мега Сейфуллина деген Маметова Сейфуллинадағы меганың артындағы жаңадан тұрғызылып жатқан ЖК-лар. Сол себептен сондайды. Елде біреулер сұрайды, Дамаста гур бар ма дейді. Гур жоқ Дамаста. Бұған гурдың керегі де жоқ. Қолында гур болса болды да, главный же. Қолың гурланып тұрса да, мына жерлер гур-гур болу керек та кішкене. Сол, кеттік ары қарай тағы да заказ дейміз. Смотрим, комментируем, дақпасын. Достар, лайк басаңыз, коммент, лайк деп маньяктар сол айта берсін. Сол, давайте сәттілік. Достар, Яндекспен с грузовоймен именно қаланың ішіне кіргізіп жібереді ғой. Содан кейін жайлап ол жерден заказ түспейді көбіне. Сондықтан да ақырындап қазір Памақатаева шығамыз да, аэродромнан төмен түсіп, барахолка жаққа қарай жақындаймыз. Сол жақтан заказдар болуы мүмкін. Алдыда тағы бір коллега кетіп бара жатыр. Коллега тоже жұмыс істеуде. Молодец. Өзінікі болса молодец, өзінікі емес, арендаға алынатын болса, өкінішке арай. Арендасы қазір 15 000 теңге ойлаймын. Осындай машина. Жаңа айтып өткендей, достар, барахолка жақтан дедім. Мына бұйырса бірінші тапсырыс, екінші тапсырыс бірінші. Мен білем бұл жерден не алатынымды. Алдында бір рет алып кеткем. КамАЗдарға арналған диск. Қазір көреміз. Ақшаның бәрі ошырды кәдімгідей. Осындай контейнерларды сүйреп шығады Қытайдан. Өзі голова сүйреген тоже пайдалы. Пайдасы көп жұмыс. Сол, тағда қандай сұрақтарыңыз бар еді, братжандар? Все, достар, басып алдық. Шакман деген, Хова деген КамАЗдардың запчастарын сататын жер ғой, нөш. Біз бұл жерден алдық кардан. Карданды қазір Қаскелеңге апарамыз примерно. Сол, давайте жігіттер, лайк басыңыздар. Бұл енді примерно 5-тен ары қарай болу керек ақшасы. Бір брат адамдар тасып жүр Яндекста. Жамандаған емес енді. Кейбір адамдар болады. Әрбір халықтың ішінде бір жаман адам болып қалады ғой. Мүмкін біз дұрыс түсінбейтін шығармыз. Кезінде мен де адам тасығам.
сөйтіп жаңағы машинаңды зыңғып жуып таптаза қылып терезенің бәрін жауып клиенттерге күшті болсын деп ішіне кондер қосып салқындатып қойып машинаны ше барып ананы отырғызып қайырлы кеш или қайырлы күн қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай, бәрі жақсы ма, музыканың дауысын не қылайын, бүйтейін ба, содан кейін бәрі жақсы болып келеді. Анау тұрады да бір уақытта терезені зыт деп түсіреді ғой. Жаңа жуылған машина терезесін түсіріп нең бар, мынандай жерінде батпақтың іздері қалып қалады да, содан кейін кондер қосып қойғасын, әйтпесе сен сол үшін ше. Ал мынандайлар тасығанда рахатына баңғыр буңғыр дыңғыр деп таси бересің. Сол просто айтқым келіп қызық емес болса өткізіп жіберіңдер депші. Сол мен сіздерге таңғалып отырмын жігіттер, молодцы. Соншама қызық болады деп ойламап едім. Негізі түсірген кезде жай өзім үшін бір түсіріп көрейін, естелік болып қалсын деген сияқты қылып жасаған ғой. Сіздерге өте қызықты информация есебінде қабылданады деп ойламап едім. Енді сіздер маған үлкен мотивация беріп отырсыздар. Рахмет. Көптеп түсіретін боламын. Сол, рахмет сіздерге жігіттер, тегірбектер. Так, әкеп түсірдік жігіттер. 5240 теңге болды. Бұл Қаскелеңнің ар жағында, Барс автокөлік сататын базардың ар жағы. Ұзынағаш жақтан келе жатсаң, сол авторыныққа жетпей, оң жақта СКТ жүк авто қызметі зданияның жанында Хово, Қытай, Шакман КамАЗдарын жасайтын жігіттер бар өшірді. Жарнама аштырсың кәнде. Қой, на жерде оплата получено. Тик. Далее. Оп. Битик. Үйге қайтек. Бүгін баратын жер бар. Бүгінгі қазір заказ түсті, түспесе түспейді. Вообще денің ақшасы қанша болды екен? 7.000 дейді. Бәрі Каспийге аударғандықтан где-то 10 теңгедей болды. Жана Яндекссіз тағы да бір заказ болған. Оны түсіріп берді. Вообще 15.000 теңге. Бір күнге жаман емес. Жайшейін. Жарты күнге 2 сағат 3 сағатқа. Ойбай, брат, не істеп атсың? Тақап алған несі? Көкелер жіберіңдер, Абай, айда, Фур айдайтын көкелер. Молодец қонақшы. Душевский ғой, брат. Осы авторыныкты өзім былай жақсы көрем. Өскенде мен жерде көп машина сатқам. Тамақтар ұнайды, тамақтар зорды. Бір 90 жылдардағыдай отырасың ғой, машиналардың арасында тамақшы. Бұйыртса ол жұмыстарында да ютубқа салам. Қалай салайын ба, салмайын ба жігіттер? Лайк басып, комментарий жазып айтып отырыңыздар. Әңгіме айтайық, мен құры жынды бала ұқсап, камера ұстап әңгіме айтып жүрмейін, өз-өзіме. Сіздерден де бір сұрақтар болсын. Мүмкін бір советтер бересіздер. Мына жақтың камераларын көбейтіп сапты, байқасаңыздар. Именно осы Ұзынағашқа қарай жүретін жолда.
сәл-пәл ауру кішкене қайтқан жоқ, бірақ сонда да позитив жігіттер до конца. Ой, алып қойыңдар десең.